Мен Икенова Тілектес Дүйсенбекқызы, Бейнеу ауданына қарасты Күйкен жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиетінен дәріс беремін. Еңбек өтілім 21 жыл. Санатым педагог зерттеуші. 2001 жылы Мәди Бегенов атындағы орта мектепте алғашқы еңбек жолымды бастадым. 2007 жылы Бейнеуге қоныс аударуыма байланысты Үстірт орта мектебінде жұмысымды жалғастырдым. Қазіргі таңда Күйкен мектебінде 9 А сыныбына жетекшілік етіп келемін. Білім беру процесінен өзге де тәрбие ісі бойынша білім ордасының тәрбиелі іс-шараларына, қоғамдық жұмыстарға атсалысу, сыныпқа жетекшілік ету, оқушыларды үйірме, бірлестік жұмыстарына жұмылдыру, пәндік олимпиадалар мен байқауларға қатыстыру, ғылыми жұмыстарға жетекшілік ету жолында бірнеше жетістіктерге жеттік. Бұл аталғандар әр мұғалім өмірінің бір бөлігі ғана. Ұстаздық еткен жолымда бірнеше жетістіктерге жеттім. Атап айтатын болсам, 2015 жылы сынып сағаттарын ұйымдастырудың тиімді жолдары атты іс-тәжірибем аудан көлеміне таратылды. Үздік сынып жетекші 2015 байқауына қатысып, бас жүлдені иелендім. Үздік педагог 2020 аудандық байқауына қатысып, 1-ші орын және тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған Бейнеу марафон жарысында әйелдер арасында 5 шақырым жүгіруден 3-ші орынды иелендім. Озаттар энциклопедиясына ұстаздар қатарынан көріндім. Әдебиет жанрлары арқылы мәтінмен жұмыс атты авторлық бағдарламам таратылды. Сонымен қатар тілшілер олимпиадасы 2020 аудандық байқауынан да 3-ші орынды қанжығаныма салдым. Биыл да үздік сынып жетекші сырттай байқауына қатысып, бағымды сынап көрмекпін. Баршаңызға сәттілік тілеймін.